Құрметті оқушым, бұл берілген мәтін есепті теңдеу құру арқылы шығаруға болады. Көрейік. Айдана әрбір құрбысына 2 кәмпиттен берсе, 2 кәмпит артылып қалады. Ал егер 3 кәмпиттен берсе, 2 кәмпит жетпейді. Айдананың неше құрбысы бар екенін анықтаңыз. Бізде мына жерге хабарлы сөйлем түрінде 2 сөйлем берілген, артылып қалады және жетпейді. Енді көрейік, осы 2 сөйлемге не ортақ? Кәмпиттер саны тең. Екі жағдайда да, құрбылар саны да тең әрине, сондықтан біз құрбыларын x деп белгілейік. Неше құрбысы бар? X құрбысы бар, осыны табуымыз керек. Сонда бірінші жағдайдағы кәмпиттер саны k деп қойайын. Ол екінші жағдайдағы кәмпиттер санына тең, өйткені ол қосқан жоқ, алған жоқ. Енді көрейік, бірінші жағдайда әрбір құрбысына 2 кәмпиттен берсе, x құрбысы бар, әр қайсысына 2 кәмпиттен берсе, барлығы 2 көбейтілген x кәмпит береді. Бірақ 2 кәмпит артылып қалады. Демек, әлі ода 2 кәмпит қалды деген сөз. Міне. Сонда міне құрбыларына осыншама кәмпит таратып береді, әлі қосылған 2. Осыншама кәмпит бар деген сөз. Екінші жағдайда, егер 3 кәмпиттен берсе, онда құрбыларына барлығы 3x береді, бірақ 2 кәмпит жетпей қалады. Яғни, ода осы 3 кәмпиттен берейін десе, 2 кәмпит жетпей қалады. Азайтамыз 2-ні. Сонда, мына 3 көбейту x, азайту 2 десек, ода бар кәмпиттер саны шығады. Мына 3x-ке жетпейді 2 кәмпит. Жақсы, осы 2 өрнекті теңестіреміз де, осыдан x тауып аламыз. Өте жеңіл. X-тарды бір жаққа жинаймыз. Мына жақта 3x орналасқан, мына жақта 2x, сондықтан 2x-ті біз оң жаққа жібереміз. Минус 2x болып барады. Ал мына минус 2-ні сол жаққа плюс 2 болып барады. Плюс 2 ол бізде 4-ті береді. Тең 3x азайту 2x, әрине 1x. Жай ғана x қалады. Сонда x тең 4 шығып тұр. 4 құрбысы бар екен. Жауабы b болады. Енді осы жерде қосымша ода неше кәмпит болды? Есептеуге болады. Оны мына 2 өрнектің кез келгенімен есепте салуға болады. Мысалы, мынаны алайық. 2-ні көбейтеміз 4-ке, 4 құрбысы бар, қосылған 2, сонда 10 кәмпит бар екен. Мына жақтан да дәл солай шығу керек, 10 кәмпит шығу керек. Көрейік, 3-ті 4-ке көбейтеміз 12, 12-ден 2-ні азайтсақ, әрине 10 шығып тұр. Сонда 4 құрбысы бар, 10 кәмпит бар.